Ассалаумалейкум Мерген аға. Уағалейкум. Студиямызға қош келдіңіз. Сізді көріп отырғанымызға қуаныштымыз. Енді бірден сұхбатқа кірсек. Жалпы бізге белгілі маусымның 10 мен 30 аралығында Ат Travel клубының мүшелерімен 1000 шақырымдық Бозоқ Жидебай экспедициясына шықтыңыздар. Ең әуелі туындайтын сұрақ, осы экспедицияның мақсаты қандай болды? Себебі әлеуметтік желілерде, Instagram парақшаларда бұлардың басқа айналысатын ісі жоқ па? Бұларға не жетпей жүр деген секілді пікірлер болды. Сіздің осыған экспедицияның мүшесі ретінде көзқарасыңыз қандай? Соны білсек. Біз Көкшетау халқына сәлем жолдап, Көкше видеорайонынан біз міне кетіп барамыз, Бозоқтан шықтық, бұйырса Жидебайға барамыз, алдымызда 1000 шақырым жол бар деп атпен кетіп бара жатқанымыз өзімізше түсіріп жіберсек, астына неше түрлі комментарий пікірлер жазыпты. Еріккеннен одан да алаңға шықпайсыңдар ма, одан да билікті қуатпайсыңдар ма, не істеп жүрсің, сен ондай ақындығың не керек, шындықты айтпайсың ба деген сияқты көп өзі негатив көп көрдім. Сонда ойлаймын да, жұрттың бәрі анау альпинисттер 40 градус аязда тауға шығып кетеді, сол жақта сөліп жоғалып кеткендер қаншама, артынан жаңағы төтенше жағдайлар шақырып жастарды көмек сұрағандары, шөл көсіп кететіндері бар, суға өзен бойлап жүзіп кететіндер қаншама. Ол бәрі туризм ғой. Бұл да сондай ат туризм. Бұл жаңағы жігіттердің өздерінің қалауымен бір еркін демалысы келіп, дала көргісі келіп, киелі жерлерге зиярат ете кету үшін. Біздің бабаларымыздың аттың үстінде осы даланы қалай қорғап қалған, біз қазір біз кереметпіз деп айтамыз, бірақ аттың үстінде 3 күн жүргеннен кейін 4-ші мінгің келмейді, қарағың келмей қалады. Бірақ шықтым деп бекінгенің бар ғой, өзіңді қыстап мінгізесің, күн ыстық 30 градус, 32 градус тұрды. Түнде далада жаңбырда қалып қоясың. Сонда кезде көресің да, мынау осыншама даланы ат тұяғымен, ат жалы, адам қолында сақтап қалған біздің батыр бабаларымыздың еңбегі, ерлігі қандай екен. Сол кезде түсінесің. Бір жағынан қазақтың даласын мысалы картадан іздесең, бір жаяу мұсаның басын ізде, Бұхар жырау кесенесін ізде немесе жаңағы кімнің Әміре Қашаубаевтың туған жері бар. Сонда бәрі картада жоқ олар іздесең. Картада шыққан күннің өзіне маңайын жаңағы видеоға түсіріп дайындап бермегенде біз соны картаға түсіріп отырдық жол бойы. Бүкіл маршрутымызды, бұрынғы жорық жолдарын іздедік. Мысалы Абайдың Қарқаралыға келіп оқып, Құнанбаймен Атарбамен жүрген жолдарын сұрастырып, жобалап осы жермен жүрген ау деген сияқты сондай жолдармен жүрдік та. Керемет емес бұл, тарих бұл. Енді мынадай сұрақ, өзіңіз айтып жатырсыз, 1000 шақырымға шықтық деп, бізге мына қызық. 1000 шақырымға шыдайтын аттар қандай және қандай аттармен шықтыңыздар? Және ол аттар шыдап бақты ма, және өзіңіз мақсат қойдық деп отырсыз, сол мақсатқа қол жеткіздіңіз бе? Тіпті осы карта жасаудың өзі. 1000 шақырымға шыдайтын аттар қазақ аттар ғой. Біздің анау қазіргі бәйгелерде қысқа қашықтықта керемет болып, сұлу болып көрініп, бәйгенің алдын бермей жүрген аттар 2 күнде соң жүре алмай қалады. Күннің ыстығына қарамай, суығына қарамай, түнгі тамағына қарамай, не берсең соны жеп, тұзды су кездессе тұзды су ішіп, сонымен күн көруге шамасы жеткізетін жеріңе жеткізіп беретін қазақтың жалғыз қазақ жылқылар. Біздің таңдап мінген аттарымыз да сондай болды. Негізгі аттар Берік Ақылбековтың аттары. Ол кісі Ат Travel клубының төрағасы. Ат Travel клуб болып ашылған. Ең әуелде шағын ғана. Содан мәдениет министрлігінің қолдауымен ол ұлттық ат туризм федерациясы болып ашылды. Осы ретте сөзіңізді аузыңызда жалғастырып өтсеңіз, жалпы экспедицияны ұйымдастырушылар кімдер және Берік Ақылбеков деп айтып кеттіңіз.
экспедицияның толық құрамымен таныстырып өтсеңіз. Берік Ақылбеков ол түбі Павлодардың Баянауыл жақтың тумасы. Біздің экспедицияның құрамында басында 20 шақты адам шығамыз дегенбіз, бірақ жұмыс уақыты бар, басқа да жағдайлар бар. Сонымен 8 адам ғана шықтық. 8 адам жаңа Берік Ақылбеков өзі Таңжарғаға фокусный инструктор. Ол Астананың түбінде Тайтөбе деген ауылда тұрады, қателеспесем. Ол қыздарға ат мінуді үйретеді. Өзі мінезі өте жақсы кісі, әңгімесі керемет, жалықтырмайды. Сосын жанашыр, әр нәрсеге мұқият кісі ғой. Сол кісі болды. Оның 2 қабырғасы сынық. Нағыз сапарға шығардың алдында аттан құлап 2 қабырғасын сындырып алған. Содан дәрігерге 3 күн сайын көрініп жүру керек болады. Бірақ жаңағы 20 шақты барамыз деген адамдар бәрі шыға алмайтын болып, кісі саны азая берген кезде Берік аға айтады: "Ой, сен барам деп едің ғой" деп. Таңжарғаның өзінде жаңа ішкі настрой бар, барам деген. Мейлі дейді. Карсейді тағып алады, тартып кетеді. Шықты, шыдап берді. Сөйтіп кеттік. Таңжарғаға болды. Сосын бүкіл жүрген жөнімізді картаға түсіріп отырған жаңағы Арғымақ KZ порталының жолдық туралы жазатын жалғыз порталының бас редакторы Ержан Жолбай. Сосын Целиноград ауданында тұратын Дидар Оралбекұлы деген жігіт болды. Сосын болашақпен Австралияда оқып жүрген Арман деген құрдас сосын болды. Сосын кім қосылды бізге? Осы ұлттық ат туризм федерациясының президенттің орынбасары Айдар Махметов деген жігіт. Ол өте танымал, жан-жақты білімді азамат. Ол 5 дүркін әлем чемпионы аралас жекпе-жектен. Астепат Қайрат деген ағамыз болды. Ол кісі қызық екен. Өзі арқаталарында бір емшілік қасиеті бар. Сосын кейін өзі Астепат мамандығын тәмамдаған кісі екен. Бір күні атымыз ақсап қалды. Карро деген қарақ бар да. Әлгі жайдан жай келді де тасырқап қалды ма, тағасы батты ма аяғына, әйтеуір ақсап басылмай қалды аяғы. Содан тоқтаған жерде 3-4 бүкіл аттарды байладық та, жаңа жарты сағаттай уақыт кім Қайрат аға атты сыйпап, аяғын тексеріп, бірдеңе жүрген шықтап қазақша. Соны мән берген жоқпын. Қазір емдейді деді біздікілер. Сенген жоқ менде. Болды, аяғына міне сау дейді. Ертеңінде атқа мініп алдым. Ананы ақсақ қой енді. Жетекке ала салайық деп, оның үстіне қоржын артып келіп жатсам, Карон ойнақтап шыққан ғой. Ақсамайды мүлде. Қалай емдеді сонда? Сипады да, бірдеңесін бастады. Өзі айтады, адам ағзасының өзін өзі емдейтін бір қасиеттер, бірдеңелер бар, точкалар бар. Соны сипалап отырып, сынықшылар секілді ме адам шығып кеткен кезде? Сынықшылардан кішкене бөлектеу. Ғылыми түрде емдейді. Бұлар оқыған сол жақ. Сынықшылар біздің енді халық емшілері ғой. Содан ең қызығы, бір күні Дидар жаңа Оралбекұлы жетекте келе жатқан атты сүйреп қолы тартып қалған ғой. Қолы иығы көтеріліп қалды. Оны сипап бір жарты сағатта. Болды, жіберді ма? Жіберді дейді. Қол істеп шыға келді. Жаңа қос қабырғасы сынған кім Таңжарғаға қиналып беріп жатқан, оны да сипап емдеп берді. Сіздердің бақтарыңызға қарай бірге шықты сапарға. Керемет болды кәдімгідей. Содан жолда қосылған кісілер болды. Ауылдан бізге жол көрсетіп. Бір ауылдан екінші ауылға. Өйткені біз Әлкей Марғұлан ауылынан шығып, Мәшһүр Жүсіптің басына бара жатқан кезде адасып кеттік. Сор кездесті, шөл кездесті, күн ыстық болды ол күні. Сонымен біз мыйдай далада біраз айналып адасып қалдық. Сол адаспас үшін Жайма ауылынан Халид деген бір құрдасым шықты. Ол Мәшһүр Бұхар жаудың басына апарды. Бұхар жаудан Әлихан деген жігіт шықты. Сөйтіп бір ауылдан екінші ауылға ауылдың адамдары шығып, бізбен бірге еріп, 2-3 күндеп
бірінші күні апарып тастаймын, сосын қайтып келемін дейтін адамдар қайтқысы келмей 3 күндеп жүргендер болды. Сондай қызықтар болды енді. Жалпы, ауыл халқы бір жерден бір жерге апарып көмектесіп отыр дейсіз. Жалпы жүрген жерлеріңізде көптеген елді мекендерден өттіңіздер, ауылдардан. Халық қалай қарсы алды? Бұл халық өз алдына және жергілікті бәлкім әкімшіліктен, биліктегілерден, бәлкім кездесіп қалған біреулер, шенеуніктерден болды ма осындай жағдай? Иә, болды. Әйтеуір сіздің елге келіп жатырмыз деген хабар таратамыз ғой міне. Бозоқтан шықтық, Сарыобаға келіп түнедік. Одан Сарыобадан шығып, Олжабай батырдың басына тарттық. Олжабай батырымыз неде Ереймет ауданында. Сол уақытта аудан әкімі Абай Әлжанов, Ереймет ауданы әкімі, сол кісі өзі күтіп алды ең бірінші. Біз машинамен емес, атпен келе жатырмыз, уақытына кешіктік, 2 сағатқа кешіктік. Өйткені жолда егін кездесті. Астананың түбінде. Жақын жер ғой. Біреуді егіннің үстінен, 10 шақты атпен үстінен басып өтпейсің ғой. Біз айналып жүрдік. Әр клеткасын бейтіп айналып жүрген үшін уақыт созып алдық. Сонымен кішкене кешіктік, келсек, Олжабай батырдың кесенесінің тұсында дүрбісап қарап, Абай аға тұр. Содан келсем, біздің Ереймет ауданының аты қайсысы дейді. Мен мініп келген атым Айбоз деп қойдым. Ереймет аудан алғам. Ереймет ауда Берік Ахметов деген кісіден мініп кеттім. Сол кісінің таңдап алған ат болды. Мынау деді. Жүрісі қалай? Шаршап бір жатқан жоқ, біздің ат шыдайды, біздің елдің аттары мықты деп қойды. Ең бірінші күтіп алған сол Абай болды. Ағамыз. Одан кейін Баян ауданының әкімі, Баян ауданының Баян Таума газетінің бас редакторы әкім Еламан деген досым, Еламан Қабділәшім. Сол күтіп алды. Жалпы Баян ауыл жақ өте керемет күтіп алды. Ол жақта біз 3 күнде жүрдік, Мәшһүр Жүсіптің басынан бастап Сұлтанмахмұтке бардық. Мына жаққа Бұхарға қарай Қарағанды мен Баян ауылдың несіне тұсында Бұхар жолының басына бардық. Қоңырау, Еңгүрі, соның бәрінде аудан әкімшілігінің орынбасарлары болмаса тағы біреулер бізді күтіп алып, орналастырып. Бәрінен есімізде қалған сол Баян ауданында Егінді Бұлақ деген ауылда Болат Бимағамбетов деген жігіт болды. Мал бағып жүр екен. Біз келе жатырмыз. Баян ауылдың ішінде Баян таудың ішінде адасып кеттік. Тауға шығып, бір жол солға кетеді екен, біз оңға кетіп қалдық қателесіп. Соны таудың ішінде адасып кеттік. Одан шығып, сөйтіп уақытымыздан тағы кешігіп келе жатсақ, әлгі кісі, біздің үйге келдік, мән-жайды сұрағасын, біздің үйге жүріңдер. Ауыл мына жерде 5-ақ километр жерде. Атпен 5 километр былай, 5 километр былай ұзақ жол болып кетеді. Рұқсат сұрап, кешірім сұрап, кетіп қалдық. Қалған бір 15 шақырым жүргеннен кейін ба, артымыздан мотоциклмен қуып жетті, артында бір бала бар. Ренжімеңдер. Үйге барып, самауыр қайнағанша осы болды. Біздің үйдің дәмін татыңыздар, ана төбенің басына күтем деп, 150 метрде жерде бір төбеге барып тоқтады. Біз аң-таңбыз, артынан бардық, барсақ дастархан жайнап тастаған. Бауырсағы, құрты майы, огурцы, помидоры бар. Содан 2 термос шай әкеліпті. Бір өстіппен, бір өстісіз. Қайсыңыз қандай ішетінін білмедім де, сонымен 2 термос бөліп әкеліп дейді. Содан кішкентай бала ағасының баласы екен. Мына жолаушыларға қызмет ет, қолдарына су құй, батасын ал деп, ана кәдімгідей бізге қолымызға су құйғызып, керемет қылып күтіп алды. Біздің үйден тамақ ішкендей болыңыздар. Үйге бұрылғанда ғой, мен сіздерге қой сояйын деп. Солай күтіп алғандар болды. Ауылға келесің, таласып қалады. Біз сені күтіп отырмыз ғой деп, Берік ағаның бұрынғы таныстары шығады, ана кісінің Тамжар ағаның тағы бір достары шығады, бізге келді деп, Ержан ағаны танитын біреулер тағы солай. Сонымен біреу тіпті болмаса аттарды біздің үйге қойды.
кетіп бара жатсақ, жолдарыңа аттарыңа азық болсын деп қап сұлы салып жібереді. Қазақтың керемет қой. Сіздің айтып отырған әңгімеңізге қарап қызығып отырмын. Жалпы қазақтың түсі қоңыр, түбі түркі, түлігі жылқы дейміз ғой. Ежелден көшпелі халық. Бұрындары мысалға осындай атпен жүрген кезде, ол енді біздің салтымыз ғой. Бір үйге келген кезде ешкім беттен қақпайды, керісінше күтіп алып жатады. Қазір жағдай қалай? Мен мысалға сіздің айтып отырған әңгімеге қызығып отырмын, шыны керек. Расымен де солай барлығы беттеріңізден қақпай күтіп алып отырды ма? Не өзгерді? Қалай деген секілді? Өзгермеген қазақтың. Қазақ қонақжай қазақ, сол қонақжай қазақ. Кеңпейілдігі, ақкөңілдігі, тазалығы әсіресе ауылдағы. Бірақ бір қиналатын, ішің ашитын нәрсе, мал жаятын жер жоқ. Айдалада адасып кеттік, сейт жоқ. Звондайын десең. Қаладан 5 метр шықсаң болды, активін ұстамайды. Билайын әр төбеде бір ұстайды. Сосын не? Ауыз су жоқ. Мысалы, Әлкей Марғұлан ауылы бізді жақсы күтіп алды. Бірақ су жоқ. Кәдімгі су таппай қиналып жүрді, шай қоюға. Ауыз судың өзі жоқ. Ауыз су жоқ. Ауылдарда жарық жоқ деген сияқты нәрсе. Жастар аз, мектептер жабылып жатыр. Бәрі қалаға көшіп жатыр. Қаладағы қазақтың жағдайын білеміз, бәрі квартира жалдап жүр. Жол нашар бәрінде. Жол нашар, ауылдың арасы. Жылқышылар ат ұстамайды. Бәрі Қытайдың мотоциклімен болған. Біз мысалы айтамыз, атқа міну мәдениеті деп нелер шығардық, мақалдар шығардық па керек. Ойбай жылқыны бізге үйреткенбіз дейміз. Айналып келген кезде қазір балалар жылқы мінбейді. Ол бос тақым болып шығады ертең. Өзіңіз ниеттен айбоз деп қойдың. Айбоз деп қойған себебі. Неге? Айбоз Біржан Салдың, бұл айбоз Біржан Салдың әні бар. Бұл әннің екі нұсқасы бар тарихының. Бірінші нұсқасы Біржан Сал қартайған уақытында сапарға шығады да, жолда қарлы жауын жауып, жер езіліп, айбоз болдырып, бір жыраларын секірген кезде мен мертіге ме, сол сөйтіп өледі. Біржан өзі талып қалады. Сол басын құшақтап қалып қояды. Ертеңінде қойшылар тауып, бір үйге алып барады, сол жерде есін жиған бетте шығарған ән екен. Айбозым, айбозым, даңғыл бозым, жер шалғай жете алмадым жалғыз өзім деп. Соны Біржан енді Абайдың еліне барған ғой екі рет. Сонымен байланыстырдым да, мен де бара жатырмын ғой атпен деп. Айбоз деп қояйын, оның үстіне боз болмаса да көк ат қой енді. Сөйттім. Екінші нұсқасы Біржан Сал айбозым деген әнді жылқыға емес, таза Абайдың өзіне арнаған екен да. Абайдың еліне бір белгілі бір себептермен, қандай себептерге айтып қойын. Тарихты білетін адамдар, әдебиетті білетін адамдар ол жағын өздері біледі ғой. Біржан Сал Абайға бара алмай, ауылын сырт айналып кетеді ғой. Қатын өсіп шығып. Сосын мен айбоз қойдым да. Оның үстіне кешегі сал серілердің соңғы сарқыды, соңғы тұяғы дейміз ба, Қажыбай Жақын. Оның да лақабы айбоз ғой. Көкшенің айбозы. Көкшенің, Арқаның айбозы ғой. Сол кісінің бір ат аталып жүрсін. Оның да осы сапар айтылған кезде соның да есіме еске түссін деп айбоз деп қойды. Таңжарық Керімқұлов деп айттық, ол өзі аттың қырсығына қанық адам ғой. Білуімше сіз сол кісімен сұхбаттастыңыз да. Енді өзіңіз байқаған, осы жерде көрермендерге де қызық деп ойлаймын, аттың ерекшеліктері, бәлкім біздің балғын көрермендердің қызығушылығын оятатындай бір артықшылықтарын, артық тұстарын айтып кетсеңіз. Таңжарық аға, сол кісінің бәрін байқаған өзі. Неде міндім ғой? Ерейментаудың ар жағынан Сайдалы деген жерден мініп шықтым. Астанаға дейін 2-3 шақырымды мен айбозым бар.
бір күн демалды. Сол кезде Берік аға айтты, Ақылбек, андағы атыңды тастап кет, болдырып қалды. Ертең бізге проблема болады. Сосын Көкшетау бәрі көріп отыр, атқа мініп шыққан, өзі іздеп әрең тапқан ат. Қалай айтсақ кетесің? Мініп барам деді. Не керек, мініп шықтым. Өзім уайымдап келе жатырмын. 200 шақырым артық жүргені бар, демалған жоқ. Оның үстіне сыналмаған ат. Енді бәлен жыл жылқы баққан ат, бірақ өзім мініп көрмеген еді. Қалай болатынын уайымдап келе жатсам, Таңжарға айтады: "Уайымдама, екеуміздің көк атымыз жетеді. Байқайсың ба?" дейді. "Сенің айбозың біздің аттар жүдей бастаса, сенікі етін толтыра бастады. Әбден бейімделіп алған бұл бұнда жүріске" дейді. Шынымен де біраз басында жүдеген сияқты болғанмен, кейін қоңданып қалпына келіп алды айбоз. Сондай бір несі бар екен да, сыншылығы бар екен. Жалпы сіз бірінші кезекте ақынсыз. Одан кейін енді ат-тревел клубының мүшесіміз едік қой. Сіз сапар ақыны болып та шықтыңыз. Осынау бір қазақтың кең даласын Бозақтан Жидебайға дейін шыққан кезде ақын ретінде қандай сезімде болдыңыз? Және бәлкім сол сезімдерден, соған шабыттан өлеңдер туды ма? Бәлкім ойлар болашақта шығатын өлеңдерге. Өлең бір микропоэма жаздым, ол жаңағы кімнің, Берік Ахметовтың, айбоздың бұрынғы иесінің әкесі туралы. Сол сапардан қарлығаштың қадірін жаздым. Одан кейін тағы 1-2 дүние бар, бірақ аяқталмай тұр. Енді осы ат туризмі, ұлттық құндылықтар төңірегінде айтып жатырмыз ғой. Экспедицияға шықсаңыздар. Жалпы ат-тревел клубының жалпы бәлкім мемлекет тарапынан қандай жоспарлар бар алдағы уақытқа, осы жылға, келесі жылға? Көктемде жоспарлар болған. Осы 1000 шақырымнан кейін де біз жоспарлап отқанбыз. Біз Қатонқарағайға барамыз деп ойладық. Сол жақтан жақсы аттар әкелеміз бе деп ойладық. Сосын әр облыста бір филиалын ашамыз ба деп ойладық. Содан кейін Ақмола облысында жаңа Бозоқтан Ботайға дейін біздің Біржан Салдың басын, Балуан Шолақтың басын басып өтіп, Уәлиханның басына барып, Абылай хан алаңы деген сияқты, Кенесары үңгірі деген сияқты, біздің ақан серінің зиратын, соның бәрін қамтып Ботайға баратын маршрут бәрін қойғанбыз. Қаржыландыру болмай қалды, мемлекет тарапынан көмектесеміз деген уәделер жүрмей қалды. Сонымен әзірге бұл кісілер сол турлар ұйымдастырады, кішкентай бұйратолда турлар ұйымдастырады. Қазір Ақкөлдің тұсында барғысы келген, қатысқысы келген кез келген адам хабарласып, бұлардың шығатын күнді белгілеп, сол барып шығып келеді. Азын-аулақ ақша түседі одан. Ол жаңағы жылқының азық түлігіне, жем-шөбіне кетеді. Бұл енді болашағы білмеймін қалай болатын бұл ат-тревел. Әйтеуір жылқыны қимайсың, сатқың келмейді. Оның үстіне ол ат болғаннан кейін не көбеймейді, не пайда келмейді дұрыс саған. Менің айбозым жоқ әне. Айбозың қайда қазір? Ол Кеңөткелде, Балғаныштан алып. Сатуға қимайсың. Қанша айтқанмен досың болып қалды. Қыр-сырын білесің. Бұл енді ат-тревелдің болашағы, ат-тревелдің жоспарлары, ал Мерген Тоқсанбайдың жоспарлары қандай? Бәлкім шығармашылық жағынан болсын, жалпы. Мерген Тоқсанбай ол жағынан жоспар құрмапты негізі. Болашақ өмірге, шығармашылық тұрғысынан бәлкім болашақта сіздің біреуімше антитезадан кейін әлі жинақ шыққан жоқ, жинақ шығару жоспарыңызда бар ма? Өлеңдерге сұраныс болса шығарам, бірақ қазір әлеуметтік желі арқылы оқи береді ғой. Жай өлеңдерім жоғалып қалмасын деп бір кітап шығармасаң, әйтпесе кітап шығарып қажет емес қазір меніңше. Енді осынау бір жақсы өлеңдер жазу керек. Тағы бір 15-20 өлең бар, бір өте мықты бір өлеңдер жазу керек. Жаза аламын мен, тек бір кішкене демалыс, ойым жинақтау керек. Жақсы. Енді осы соңына дейін келіп жеттік қой енді әңгіменің. Ат туризмі, ұлттық құндылықтар,
қазақ құндылықтар туралы айтып жатырмыз, ақындық туралы айттық. Енді осының барлығының бір қорытындысы болсын. Өзіңізден бәлкім өзге ақындардың шығармашылығынан өлең сұраймыз. Туған жер, ел, қазақ тақырыбында. Сонымен қорытындасақ болады. Жақсы. Бір өлең оқып берейін. Қалалық болып қалсақ та қалыптасып, естеліктер ауылға алып қашып, шөпке бара жатамыз, арба жеккен қасқатайдың мойнын қамыт басып. Сол бір сурет әлі есте, көнер ме еді, таң жаңатқан сол сәтті көрер ме еді. Тербетеді самалы сардаламның бос торғайы шырылдап төбемдегі. Білмей өскен ұл үшін қайғы мұң не, аспан әнемі мөлдір, айдын міне. Қасқатайды досымнан артық көрдім мен де, қамыт кидім ғой тайынымды. Шұбырған жол шақырып, алдан әне, бозторғайдың алыстап салған әні, қиялымнан оятар селт еткізіп, өткір шалғы, салдырлап арбадағы. Ыза буып жанымды кейден күтік, жас боп шығып ішіме сыйған бүлік. Ойнағым деп көрсетпей жылап алам әкем шапқан шалғынды жинап жүріп. Мені күтіп тұрғандай алда бәрі, көңіл бекер ертеңге алданады. Қу тіршілік оятар селт еткізіп, өткір шалғы секілді арбадағы. Содан қанша жылжыды байқалмай күн, қайтсам деймін ауылға. Қайта алмаймын. Жақсылығын әкемнің жинап жүріп, алғыс айтсам деймін бір. Айта алмаймын. Ауыл таңын тағы бір көрер ме еді. Сағыныш па, көз жасым бөгелмеді. Ал сен неге шырылдап қоймай жүрсің? Бозторғайы өлеңнің төбемдегі. Бәрекелді. Ендеше осынау бір керемет нүктеде бүгінгі сұхбат деуге де келмейді. Подкаст деп жатырмыз, қазір шығып жатыр ғой. Подкасттың да толық нұсқасын іздей тұрғанмен, осы ертеңінде келіскенімізге, студияға келгенімізге көптен көп рахмет. Құрметті көрермен, біз осымен өзіміздің кезекті шығарылымымызды тәмамдаймыз. Подписация батырмасын басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар. Бізде жоба көп, жоспар көп. Көкше контентпен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше.